Сәлем достар, менімен бірге бір жасағаннан керемет болып шығатын круассаны жасауға кеңес беремін. Рецепт ұнап жатса каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Мінекей менде 50 грамм құмшекер, бір шым-шым тұз және 150 грамм жылы сүт және 100 граммдай жылы су, үстіне 5-7 граммдай ашытқан саламыз, яғни дрожь араластырып 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін, шамалы көтеріледі, үстіне ұнды салып қажетінше қамырды илеп 1-2 сағат көлемінде қоямыз. Мінекей менде уже қамыр ашыған, көтерілген. Енді осыны бірнеше зуалаға бөліп аламыз. Бір келкі етіп, мінекей менде 6 зуала шықты. Мінекей зуалаларымыз дайын болды. Енді шетінен алып жаямыз. Аса жұқа етпейміз, орташа жұқалықта жаямыз. Мінекей менде зуалы дайын болды. Енді үстіне мен жағып жатқан қолдың сары майы немесе проценті жоғары маргарин қолдансаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Мінекей үстіне сары май жағылған соң екінші зуаланы орналастырамыз. Және бұның үстіне де тағы май жағамыз. Солайша қайталай береміз. Мінекей ең соңғы зуаланы жайып болдым. Енді оқтаумен жақсылап бір қайтара жайып аламыз. Мінекей 3 бұрышты бөліктерге бөліп алып, ортасына қалауларыңыз бойынша начинка салсаңыздар болады. Мендегі шоколад, вареное сгущенное молоко салсаңыздар да болады. Өз еркілеріңіз. Мінекей домалақтап қойып қоямыз. Рецепт ұнап жатса каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, келесі тағы да рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей рогаликилерді орап болғаннан кейін 15-20 минутқа бетін жауып қоямыз, немесе сразу листке қойса да болады. 180-200 градуста 25 минутқа піседі. 25 минутта. Мінекей пісті, ас болсын.